Қарақалпақстан Республикасы бәсекелікті рауаждандыру һәм тұтынушылар құқықтарын қорғау комитет тарапынан кең жәмешілік уәкілдерінің қатынасуында аштан-ашық сөйлесу өткерілді. Дәстепкі репортажымыз Айне Соғырынан таярланған. Илажда тарау қанегелері, іс-білермендер һәм бұқаралар қатынасып, ахметлі мәселелер бойынша пікір алысылды. Ашықтан ашық сөйлесу давамында комитет жұмысының 2025 жыл шумақлары һәм 2026 жылдың бірінші шерегінде әмелге асырылған жұмыслар бойынша толық мағлуматлар ұсынылды. Атап өтілуінше, өткен дәуір ішінде физикалық һәм юридикалық тарифлерден келіп түскен мұражатлар саны сезілерлі дәрежеде артып, олардың көпшілігі ұнамлы шешілген. Атап айтқанда, 2025 жыл давамында 1400-ге шамалас. 2026 жылдың бірінші шерегінде болса, 500-ден аса мұражатлар көріп шығылған. 2025 жылдың жұмағы менен 8 миллиардқа жақын ақша қайта есап кітап қылынған болса, бұл 26 жылдың бірінші шерегіне келіп, бұл көрсеткіш 5 миллиард, яғни өткен жылға салыстырғанда шамамен 60% құрайды сумма. Низамшылық орынлануы үстінен қадағалау шеңберінде жүзілген хüжжетлер үйреніліп, айрым нормативлік құқи хüжжетлерде бәсекі орталығына ұнамсыз тәсір көрсетуі мүмкін болған нормалар анықланған һәм олар бойынша тиесілі жұмақлар берілген. Соның менен бірге, мемлекеттік ұйымлар һәм жергілікті хакімдіктер тарапынан қабыл етілген хüжжетлер де таланып, бәсекеге қарсы бәнтлерді сапластыру бойынша ұсыныстар кіргізілген. Илаж давамында базарлардың жұмысы, монополияға қарсы күресу, реклама низамшылығы талапларына әмел етілуі сияқты мәселелер де додаланды. Айрым жағдайларда надырыс реклама һәм тұтынушыларды алжастырушы мағлуматлар берілуі анықланып, бұл кемшіліктерді сапластыру бойынша көрсетпелер беріп өтілді. Тәдбіркар есабында қазір өзіміздің машқалаларымызды айтуға келдік, һәм бұл жерге бізе өзіміз бәсекелік комитетіне бұрыннан келіп бізе өзіміздің сұрауларымызды береміз, ұнамлы шешім қабыл етіп жатырмыз. Менің машқалам мысал ретінде Айболит фирмасының мен басшылығымын. Сол Айболит брендін Ташкентте бір Айболит клиника ашылғанда, сол Айболит клиника деп ашылған, оны мен брендтін Өзбекстан Республика бойынша патентлеп қойған едім. Ол қарасам Айболит клиника деп емес, мен Айболит аптека деп патентлеп қойған екенмін да, оны бізе білмедік. Патент па Айболит деп ойладық, сонымен Ташкентке жаздық, бүйерге келіп жаздық, бүйерде жігітлер бізерге Ташкентке мұражат етіп берді. Соны 4-5 күннен кейін ойырдан хабар келді, қатпенен келіп, шешім ұнамлы қабыл етілді.